Қылыш деген біздің ата бабаларымыздың керемет бір өнердің мысалы ғой. Қылыш шамамен 6 ғасырда сол түрік қағанат кезінде айтыла бастайды. Қылыштың басқа қарудан мынандай қарудан айырмашылығы қандай? Мынау енді балалардың ойыншығы ғой. Мынау семсер дейік, ол түзу қару. Оның тағы да көптеген түрі бар, түзу қару. Ол біріншіден ауыр болды. Екіншіден ауыр болса, онымен екі қолмен соғысты. Аттың үстінде екі қолмен соғысу қиындау. Сосын оны ұрғанда былай, ол мысалы бір нүктеге тиеді, ол бүкіл мынау жалпақ қой, осылай тиеді да соққы нашарлау болады. Ал қылыш болса, ол қайқы, ирек боп келеді. Ол сол атқа отырған, үзеңгі ойлап тапқан, үзеңгіде тұрып соғысу қару. Онымен түріктер соны ойлап тауып, кәдімгіде ол соғысу өнерінде революция тудырған дүние. Оны содан кейін басқа халықтар үйренді. Өйткені ол ирек болғаннан кейін, қайқы болғаннан кейін, ол бір жерге тигенде ол бір нүктемен ғана тиеді да, сол жерге қатты тиеді. Күштен гөрі мынау өнер керек. Жолдасым Тазбек Касимқұлов айтушы еді, білектің техникасы. Ақ білектің күшімен дейді ғой, қылыш толғамалы қылыш дейді.